Бүгінгі таңда жастар арасында тағы да өте өзекті әрі маңызды болып есептелетін бір мәселе бар. Ол құндылық дағдарысы деп аталады. Яғни жастардың бойындағы құндылық дағдарысына себеп болатын арнайы үш фактор бар. Біз бүгін осы үш фактор жайында айтқымыз келеді. Біріншісі, отбасы құндылығындағы дағдарыстар. Бала мектепті бітіріп келген кезде бойында отбасылық, рухани, адамгершілік деген сияқты көптеген құндылықтарды білмей келеді. Ненің дұрыс, ненің бұрыс, қай жаққа барам, қандай бағыт, өмірдегі құндылықтар, адами құндылықтар уақытында баланың бойына сіңірілмесе, есейіп кеткеннен кейін бұл нәрселерді баланың бойына сіңірту өте қиын. Екіншісі, яғни білім беру жүйесіндегі бағытсыздықтар. Қазіргі таңда бізде мектеп, университет, колледж жалпылама нақты білімдерді береді. Бірақ мектеп бітіріп шыққан бала болашақта қандай мамандықтың иесі болады? Өзінің бойындағы қабілеттері және психотиптері осыған бағытталған күйде мен мұғалімдікті таңдасам ба, немесе мен гуманитария саласына барсам ба, немесе мен жаратылыстану саласына барсам ба, бұл нәрселердің бәрін анықтай алмай, кейде уақытын, өмірін барлығын босқа өткізіп алады. 4 жыл, 5 жыл жоғары оқу орнын оқып, одан кейін ол сала өзінікі емес екенін түсініп, басқа бағытта жұмыс жасап жүрген жастар жетерлік. Үшіншісі, диджитал мәдениет деп аталады. Яғни әр түрлі трендтер сіздің балаларыңызға құндылық сіңіреді. Яғни қысқа метражды роликтер, түрлі бағыттар, Европадан келген, батыстан келген, шеттен келген, оңнан солдан келген әр түрлі құндылықтарды біз бойымызға құндылық ретінде сіңіре бастаймыз. Яғни құндылықтың дағдарыстары бізге қандай салдарлар алып келуі мүмкін? Әке буын мен бала буынның арасындағы қатынастарды мейлінше алшақтатып жібереді. Яғни қартайған әке қартайған кезде өзінің баласына көңіл толмауы, яғни осының көңіл толмаудың алшақтауы екі себеппен болады. Бірінші себеп технологияның, ғылымның жаңару, заманның өзгеруі. Екіншісі, соған сәйкес құндылықтардың анау атадан балаға қалыптасып кеткен салттың, дәстүрдің, мәдениеттің түбегейлі жойылып, орнына басқа мәдениеттердің қалыптасуы барысында екі ұрпақтың арасында алшақтықтар пайда болады. Егер бұл нәрселердің алдын алғыңыз келсе, міндетті түрде отбасынан кішкентай нәрселерді балаңыздың санасына сіңіруге міндеттісіз.